шегірткелермен өтірік чемпиондар депутат болып отырса жетіскен екенбіз. Негізі ар жақта Тіпті мен депутат болам деп айтуға ұялам. Прикольный микрофон, да, я такой не выступаю обычно. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Осы ешкімге сын айтпайшы десем де айту керек болып тұр. Соңғы кезде бір нәрсеге таңғаламын. Әнші, биші, күйші, блогер бәрі депутат болуға ұмтылып жатыр. Менің сұрағым бар. Бізге парламентке өнер көрсету үшін адам керек пе, әлде заң жазатын адам керек пе? Депутат деген мемлекеттің тағдырын шешетін тұлға. Ол заңды түсіну керек, экономиканы білу керек, халықтың мәселесін талдап, үкіметке нақты сұрақ қоя алу керек. Ән айту бір мамандық, би билеу бір мамандық, ал заң шығару мүлде басқа мамандық. Әрине, өнер адамының депутат болуына заң тыйым салмайды. Бірақ халық олардың танымалдылығына емес, біліміне, тәжірибесіне және мемлекет басқаруға дайындығына қарау керек. Егер ертең кез келген танымал адамды тек аты шыққан үшін депутат ете берсек, онда парламенттің кәсібилігі қайда қалады? Депутаттық мандат, марапат емес, бұл халық алдындағы ең үлкен жауапкершілік. Сіз қалай ойлайсыз, парламентке танымал адамдар керек пе, әлде мемлекет ісін терең білетін кәсіби мамандар керек пе? Төменде пікір жазып кетіңіздер, және менің парақшама подписка жасауды ұмытпаңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік. ертең әр қайсымызға сайлаушылар сіз не істедіңіз деген бір ғана сұрақ қояды. Және бұл сұрақ әбден әділетті. Қазір ұрандататын уақыт емес, іспен дәлелдейтін, нәтиже көрсететін уақыт келді. Өз кезегімде мен де елдің болашағы, қарапайым халықтың әл ауқатын арттыру және мәдениетіміз бен әлеуметтік саламызды жаңа деңгейге көтеру үшін еңбек етуге дайынмын. Құрметті достар, ортақ мақсат жолында біргейік. Біз бөлек жүрсек, жай ғана дауыспыз, ал бірге болсақ, үлкен күшпіз. Көпшілігіңіз мені бала күннен бері сахнадан көріп, өнерімді тамашалап, кинодағы рөлдерім, телевидениедегі бағдарламалар арқылы таныдыңыздар. Жылдар бойы шығармашылықпен айналысып, еліміздің мәдениетін дамытуға өз үлесімді қосып келдім. Алайда, соңғы жылдары өмір маған жаңа бір белестің есігін айқара ашты. Мүмкін уақыт өте келе азамат ретінде есейген шығармын. Мүмкін елдің мұң-мұқтажын сырттан бақылап отыруға төзімім жетпеген болар. Қалай болғанда да мен бүгін үлкен саясатқа қадам басуға бел будым. Маған саяси ұйымдар көп қой, неге дәл осы халық партиясы деген сұрақтар көп қойылады. Мен бұл партияның құрамында бұрыннан бармын негізі. Оның ішкі мәдениеті мен мақсатын өте жақсы білем. Саяси таңдауымның дәл осы партияға түсуіне Алматы қалалық филиалымен бірлесе атқарған жұмысымыз себеп болды. Қазақстан халық партиясы сөзін ісімен дәлелдеп жүр. Мысалы, біз Алматыда ешкім назар аударғысы келмеген күрделі мәселені шештік. Сирек кездесетін ауыр дертке шалдыққан кішкентай балақайларымыздың еміне бюджеттен арнайы қаржы бөлуге қол жеткіздік. Осы бір ғана іс жүздеген отбасына үміт сыйлап, сәбилердің өмірін сақтады. Мұндай нәтиже тек халықтың шынайы жанашырының ғана қолынан келеді. Біздің елде қандай да бір әділетсіздіктер, заңға қайшы дүниелер, саяси нәрселер болған кезде әншілерді, актерлерді көп байқай бермейсің, пікір білдірген. Енді міне құрылтайға үміткер болып, әншілер де сөйтіп таңдалып жатыр екен. Ойлаңызшы. Мен қарсы емеспін, егер де ол әншілер заңды қақса, конституцияны мықты білсе, және саяси өмірде өзінің салмағы болса, осыға дейін бір қоғамдық істерге араласып, бір қайраткерлік көрсетсе, қаншама азаматтар жаңағыдай нақақтан нақақ жала жабылып, сотталып жатқан кезде, немесе елімізде бір дұрыс емес дүниелер болып жатқан кезде өз пікірін білдіріп, немесе мамандық заңгер болса да, бірақ қазір әнші болып жүрген адамдар болса, онда түсінуге болатын еді. Бірақ енді қараңызшы, кәдімгідей үлкен жер, парламент, құрылтай деген біздің елге қатысты дүниелер сол жерде шешіледі, заңдар сол жерде талқыланады. Енді сол жерге әншілердің барғаны қаншалықты дұрыс? Бұрын саясатқа қатысы болмаған сіздер жаза кетіңіздер, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Парақшама тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттар жасап тұрамыз, әртүрлі талқылар жасаймыз, бөлісеміз.
пікір алмасамыз. Жанды оқуыңызды, қандай заңды? Ең соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? Ең соңғы заң Не туралы болды? Соңғы оқыған заңыңыз. негізі Не отвлекайте, мы интервью берем. Девушка, мы же голосование. негізі ар жақта Ең оқыған, соңғы оқыған. Соңғы оқыған заңыңыз қандай? Не туралы болды? мен шақырып жатыр еді қазір айтыңызшы, не тездетіп туралы? барып келейін, содан кейін қайтып ораларым жақсы ма? Рахмет. Білмейсіз ба? Бірде бір заңды оқыған жоқсыз ба? Барлық заңды оқыдым, дегенменен дәл қазір срочно шығып келсем, қазір Қандай заң? Извините, выступать надо. Выступать нужно. Құрылтай сайлауына депутатқа үміткер болып жатқан өнер жұлдыздары туралы не айтар едіңіз дейді. Достар, мен дәл сол өнер жұлдыздарының қолына асқанамдағы қара қазанымның құлағында ұстатпас едім. Өнер жұлдыздарының орны сахнаның аршеті, спортсмендердің орны спортзал, имамдардың орны мешіт. Не только қазақ баласының болашағын қолдарына тапсыру, мен оларға асқанамдағы қара қазанымның құлағында тапсыра алмайды екем. Келесі жылы парламентте қалаулым өткізіп концерт береді деп жатыр қазақ халқы. Сондағы мен таң қалдыратыны, біз сайқымазақтардан билікте шаршаған жоқпыз ба? Неге ол жерге Мейірман Шекеев секілді, Әділет Хан секілді заңгерлер, Санжар секілді саясаткерлер, тым болмаса елдің мүддесін ойлайтын, тым болмаса қазақ тілінде еркін сөйлей алатын азаматтар неге бармайды? Ең бірінші талап қазақ тілі болсын, екіншісі ол азаматтың қазақ мүддесі бір нәрсе пайдасын тигізген болсын, үшіншісі реформасы болсын. Біреуінің реформасы жоқ болып, қайтадан үстіп шіріп отырмайық 30 жыл жемқорлардың арбауында. Сондықтан елім жерім дейтін азаматтар бар керек. Мен негізі қазір Қазақстан тарихта ең маңызды жобаны бастап жатырмын, ментор атты. Оның ішінде Қазақстанның ең мықты азаматтарын біріктіріп, эксперттер нар саланың, олар өз жастарға кездесулер өткізіп, оларға тәлімгерлік беріп, көмек беріп, қол ұшын беріп, жұмысқа орналастырып, жолын ашатындай қосымша шығардық. Қазір мықты эксперттер бар, және қазақтың зиялыларын да зерттеп, қазақтың тарихын зерттеп, шын мәнісінде Абай атамыз айтқандай толық тұлға болуға мүмкіндік жасауға тырысып жатыр. Сондықтан да жастар да осындай тәлімгерлік алып, дамып, байып, қазақ бай қуатты болып мықты болған кезде, сонда біздің болашағымыз өзгереді. Бәрі жақсы болады. Елім деген азаматтар парламентке, құрылтайға баратын болсын. Оян қазақ, көзіңді ашып көтер. Басты.